тегін асырылған пас, допмен! Ассаламағалейкум құрметті ағайын, ертең 2 наурыз күні суперкубок ойындары басталатын болады. Формат жап-жаңа. Испанияда болғандай 4 команда қатысады: Тобыл, Шахтер, Астана және Қайрат. Бұл кубокта 2 жартылай финал, 3-ші орынға деген ойын және финал. Сонымен 4 ойынды тамашалайтын боламыз. Бұл кубоктың жүлде қоры 40 миллион теңгені құрайды. 3-ші орынға 5 миллион теңге, 2-ші орынға 10 миллион, 1-ші орынға 25 миллион теңгені табыстайтын болады. Бұл кубок кімге керек және қатысушы командалар сапында қандай өзгерістер орын алғандығына тоқтайтын боламыз. Кеттік. Соңғы жолдастық кездесулеріне қарап, оған сүйенудің мәнісі жоқ деп ойлаймын, себебі барлығы әлсіз ойнады, сонымен оның мәнісі жоқ. Қарағандылық Шахтер сапында тек ойыншылар емес, бапкер де ауысты. Бапкерді санамағанда 12 ойыншы кетіпті, ал олардың орнына бапкерді санамағанда 9 ойыншы келген. Толықтай өзгерту деп айтуға болатын шығар. КПЛ-дің тәжірибелі қақпашысы Игорь Шацкий қайтып келді. Бұрында Қайсар мен Ақтөбеде ойнап кеткен Вук Митошевич Қазақстанға қайта оралды. Ол соңғы маусымдарда Сербияның біріншілігінде тұрақты ойнап келді. Жаңадан сатып алған шабуылшысы Евгений Павлов бүкіл карьерасында 51 ғана гол салғанын ескере кетейік. 29 жасар украиндық футболшы тек бірінші маусымында ғана 10-нан артық гол салған еді. Қаншалықты дұрыс трансфер деп ойлайсыздар? Ендігі кезек Армениядан келген 2 нигериялық ойыншы Соломон Уду мен Джозеф Ада, жастары 25 және 21, сәйкесінше екеуі де жартылай қорғаушы. Шахтердің трансферлерін қаншаға бағалайсыздар? Қалай ойлайсыздар? Осы суперкубокты Шахтер алуға үміті бар ма? Тобыл әзірге ауыр әсер қалдырады, өйткені көбісі одан келесі маусымда чемпиондық үшін күресті күткен еді, ал оған әзірше ешқандай тұспал жоқ. Өйткені бірқатар көшбасшы ойыншылар кетіп қалды, әсіресе Джаба Канкава мен Темірлан Ерлановты айтып өткен жөн. Ендігі өзгерістерге көз жүгіртейік. Клубтың бюджеті 3 есе қысқарса да, яғни 1,2 миллиард теңгеге дейін қысқарса да, бірақ клуб мықты және тәжірибелі ойыншыларды тіркей алуына ешқандай кедергі келтірмеді. Егор Цыприков, қорғаушы, туған жері Шахтерға мұқтаж емес болып қалды, енді өзін қостанайлық клубта көрсетуге тырысатын болады. Жартылай қорғанысқа КПЛ-дің майталманы Асхат Тағыберген келіп төрінен орын алды, ал грузин шабуылшысы Элгуджа Лабжанидзе Сененсибайды толықтай орын баса алады деп ойлаймын. Креативті өзімен бірге алып келетін Тони Сильваны айта кеткен жөн. Ол өткен жылы маусымның алғашқы жартысын жарқын өткізіп, соңына қарай қарқынын тоқтатып қалған еді. Бірақ осы сатып алулардың өзіне қарамастан Григорий Бабаянның шәкірттері алтын медальға басты үміткерлер емес. Қайрат пен Астананың құрамалары әлі де бір қадам жоғарырақ. Сонымен қатар осы кеше ғана сербиялық легионер Душин Иванчичті сатып алған болатын Тобыл командасы. Ол қаншалықты мардымды трансфер екенін уақыт көрсететін болады. Ал чемпиондық Қайратқа келетін болса, Қайрат бұл трансферлік кезеңде тек бір ойыншыны ғана сатып алды. Ол Бундеслигада тәжірибесі бар Штрели Мамба. Бұл теориялық тұрғыда Абаттың орнын жоқтатпауы тиіс, алайда неміс шабуылшысының жарақатқа шалына беретін әдеті бар екенін ұмытпайық. Сонымен қатар чемпиондар сапына Сейдахмет қайтып келген болатын, бірақ оның маусымның заявкасына енгізбеген. Қайраттың басшыларына сұрақ: жарақат алған Гуральскийді ескермесек, орталық жартылай қорғаушылар рөліне адам саны жеткілікті деп ойлайсыздар ма? Тек Айбол Абекем мен Димойша Косович ғана тұрақты көрінетін сияқты. Менің ойымша осы суперкубоктың фавориті ол Астана. Тамбовтан келген Вараздат Араян Астана үшін өте жақсы трансфер болып көрінеді. Қайсар мен Ақтөбеге кезінде қаралымнан өте қалмағандығына көз жұма қарайтын болсақ, бұл өте мықты қорғаушы екенін ескере кеткен жөн. Семир Смайлагич Ресейдің екінші лигасының өкілдеріне қарсы жолдастық матчтарда көпшілікті таң қалдырды. Тұтастай алғанда, жалпы Ресейдің екінші лигасының ойыншылары олардың деңгейі КПЛ командаларынан айтарлықтай жоғары емес. Сондықтан одан пачка голдар күтетін боламыз Семир Смайлагичтен. Одан бөлек Астана сапына Роман Мұртазаев қайтып келді қостанайлықтардан. Менің ойымша Астананың ең үздік трансфері болуы тиіс ол Тамбовтан келген Чуперка. Андрей Тихонов Астананың бюджеті аз деп жылап, жетіп шағындана ма екен? Пресс-конференциядан көрейік. Дегенмен де Астананың ойыншылары Шахтер мен Тобылдың ойыншыларынан әлдеқайда жоғарырақ, ал Қайраттың Гуральскийдің жарақат алуы Қайраттың
құрамын біраз әлсіретеді. Сонымен қорытындылай келе, Астана өзінің абыройы түскенін ескере отырып, өзінің беделін қайтадан көтеру мақсатында осы суперкубокта жеңіс табуы тиіс. Қайраттың негізгі ойыншыларының жарақат алуына байланысты, сонымен қатар Шахтер мен Тобылдың ойыншылары Астананыкінен әлде қайда төменірек екенін ескере отыра, Астана бұл жерде фаворит болуы тиіс. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі видео Қазақстан Премьер-лигасының барлық клубтарында орын алған трансферлерге көз жүгіртетін боламыз. Егер де видеоны күтсеңіздер, лайк басып кетіңіздер.